Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз өзбекский самса жасауға болатын қамыр дайындаймыз. Құрамына қарапайым ғана ұн, су, тұз ғана қосылады. Қатпарлары керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Таза ыдысымызды алып, салқын су құямыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Араластырып жібереміз. Ұнымызды біртіндеп жайлап сала отырып араластырамыз. Бастапқы кезде венчикпен араластырсаңыздар болады. Артынан қолмен илейтін боламыз. Қамырды қатты қылып илеудің қажеті жоқ. Жұмсақтау қылып біріктіріп илейміз. Қамырды илеп дайындап қойдым. Енді демалдыруға 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды теңге 2 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін ұн себе отырып қамырымызды жаямыз. Еттің қамырына нан жайғандай қылып, жұқа қылып жаямыз. Бірінші қамырымды жайып болдым. Енді орап, бұны жеке қоя тұрамыз. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Екінші рет жайып алған қамырымызға ерітілген сары май жағып шығамыз. Сары май жағылған қамырымыздың үстінен бірінші жайып алған қамырымызды орналастырамыз. Бір-біріне сәйкес келмей жатса кішкене тартып біркелкі қылдырып аламыз. Екінші қабат ретінде жайғастырылған қамырымыздың үстінен сары май жағамыз. Енді қамырымыздың шет жағынан бастап, дәл осылай видеода көрсетілгендей үрлет қылып орап шығамыз. Қатты бос қылмай, кішкене тығыздау қылып ораймыз. Рулетіміздің арасына кішкене сары май жағып жібереміз. Орап, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз, немесе мұздатқышқа 30 минутқа қойып қоюға болады. Қатпарлы қамырымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей қатпарлар әдемі болып шыққан. Осындай бірдей қылып кусоктарға бөліп алып, самса дайындай бересіз. Қамырымызды осылай алдын ала дайындап мұздатқышта сақтауға болады. Кез келген уақытта алып, жібітіп самса дайындай бересіз. Алдағы уақытта дәл осы рецептпен самса жасап видео түсіретін боламын. Видеомды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғаныңызға рахмет.